Анасым, болама неге қағазға оғап қойдыңыз? Әр нәрсенің күтімі болады балам. Бірақ бұл сұраққа атаң толық жауап береді. Бар, атаңнан сұрай қой балам. Бара сұрайын. Ата, бұл алма неге қағазға оралған? Бұл алманы қағазға ораған себебі қыста суыққа үсікке шалынбасын деп қағазға орап қойған бала сақтап. Орамаса үсік алып кетеді. Адамды сыртында қарап байлам жасамау керек, жүрегіне қарау керек. Енді мінекей балам, мына талды отырғызасыңдар. Осы талдан ертең осындай алма өліп шығады. Мына балдар, мынаны суды құясыңдар да. Әне жайлап құйыңыздар. Әрбір адам өз өміріне бір тал егеді. Кім қалай баптаса, солай гүлденеді. Ағашқа сүйенбе деген балам. Адам баласының тірегі отбасы. Жүріңдер дастархан басына. Балдарым міне жақсылық ексеңдер, жақсылық орасыңдар. Бүгінгі отырғызған талдарың ертең өздеріңізге сая болады. Түсіндіңдер ғой. Біреугесінде отырғызыңдар. Ағаштың бұтағы көп болса, отбасының қуанышы көп мол болады балдарым. Әне құлындарым. Қуаныштарың көп болсын, жақсылықтарың көп болсын, мол болсын, айнадай. Жақсылықта жүре берің құлындарым. Өмір бақ сияқты. Күтіп баптасаң ғана жемісін береді. Сендер жақсы ұл болсаңдар, біз бақытты ата-ана боламыз.